Қайырлы күн, достар. Айнұрдың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен гармошка самсаның рецебімен бөлісемін және оның жасалу жолын көрсететін боламын. Өте оңай дайындалады, әрі дәмі керемет болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен аштыққа қант пен су құйып ерітіп аламыз, 15 минутқа қойып. Електен өткізілген ұнға жылы сүтті, тұзды, ерітілген сары майды және дайын аштығымызды құйып қамырлейміз. Соңында сәл жылы су құямыз. Рецептің толық құрамы және мөлшерін сипаттама бөлімінен көре аласыздар. Елеп болған қамырдың бетін жауып, 30 минутқа жылы жерге қоямыз. Енді қамыр ашимын дегенше салмасын дайындап аламыз. Мен сиыр етінің фаршын қуырып алдым. Оның үстіне туралған пиязбен тұзды, бұрышты және дайын шикі картопты салып араластырып аламыз. Ашыған қамырды екіге бөліп, күршелеп жаямыз. Арасына жабыспас үшін ұн сеуіп алыңыздар. Осылай жұқа қылып жайып аламыз да, қайтадан оқтауға орап аламыз. Сосын қамырдың екі шетінен қолыңызбен ортасына қарай жиырып гармошка жасайсыз. Содан кейін қамырды столға жаймендеп жайып, арасына салмасын салып, екі жағын осылай жауып, ашылып кетпес үшін қысып аламыз. Видеодағыдай самсаның формасын жасап, пышақпен кесіп, тағы әр самсаның екі жағын қысып қоямыз. Міне осылай табаға салып аламыз да 15 минутқа көтерілуге қоямыз. Пергаментке май жағуды ұмытпаңыздар. 15 минуттан соң самсаның бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пешке 35 минутқа пісіріп аламыз. Міне осымен гармошка самсамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздерге ас болсын. Алдағы уақытта шығатын рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Видео ұнаса пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бәріңізге сәттілік.